үй тапсырмасына мен 50-ші жаттығуды берген, яғни өлеңді оқып жатқан жас сын есімдерді тап. Олар қай санның сынын білдіріп тұрғанын айтып. Ал үй тапсырмасын кім оқиды? Қайсар оқиды? Ал осының ішінен сын есімдерді айтайыншы. Сәбия, Алла, тағы да Алла-Ибрахим, таң, тағы да Ал-Бекжас, Құба, дұрыс айтасың, тағы да Ал-Каусар, Боз, я, Боз, дұрыс айтасың. Алла бабамыз. Abu Nasr Al-Farabi туралы кішкене мағлұмат. Әдемілік, көркемдік, қатесі, боямай жазамыз. Қатесі, боямай, көркемдік жазамыз. Көркен, өскен аламаттар бар. Тамаша, бәрекелді, бәрін тіл қоржыны арқылы кері байланыс жасайды. Ал бұларымызда жасыл түсті, сары түсті және қызыл түсті асықтар бар. Яғни өте жақсы түсіндім десе, жасыл қоржынға жасыл асықтарымызды саламыз. Жақсы түсіндім болса, сары асықты сары қоржынға саламыз. Ал әлі де іздену керек. Бүгін сабақты түсінбедім болса, қызыл асықты қызыл қоржынға саламыз. Ал кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабақта қоржынға сала береміз асықтарымызды. Тамаша.